Hey guys, мен Жөнеке және сіздер менің каналымдасыздар. Көптен бері мен ютубта видео шықпап еді, ал енді қабыл алыңыздар. Етті осылай кішігірім етіп турап, осылай блендерді алып, оған измельчать етеміз орысша айтқан кезде. Және одан біз фарш жасайтын боламыз. Ал фарштан біз қазір котлет жасайтын боламыз. Фаршты блендерда істеуге болады екен. Оны өзім естіген кезде алғашында таңғалып қалдым. Бірақ та блендер сынбайды еш жері. Сол үшін де бұл самый легкий способы. Мына қараңыздар қалай күшті ет кесіп береді. Мясорубканы алып, етті фаршқа айналдырғанша мынау тезірек быж-быж и все. Міне осылай біз фаршты дайындап алдық. Енді оған екі пияз, екі кішкентай чеснокты алып, тоже блендермен көмегімен измельчать етеміз. Одан кейін оны тоже да осы біздің фаршымызға қосатын боламыз. Сосын нанды алып, тоже кусочек етіп турап, немесе бөліп, қолмен содан кейін тоже блендерге салып, осылай біздің фаршымызға саламыз. Ол да осылай измельчать етіледі. Одан кейін осылай болып шығады. Тұзын, бұрышын, бәрін дәмдеуіштен қандай өзіңіз қалайсыздар, соны қосасыздар. Қолмен жақсылап тұрып араластырамыз. Мінекей осындай болып шықты. Одан кейін олардан осындай кішігірім лепешкалар жасап, онымен сеуіп өйстіп қоя тұрамыз. Одан кейін осылай қараңыздар қандай күшті керемет болып шықты бізде. Содан соң біз оның барлығын қазір жарить ететін боламыз сковородкада. Маймен кәдімгідей. Мінекей осылай қазір аз-аздан салып жарить етіп отыратын боламыз. Жан-жағын барлығын жарить етеміз, чтобы ол бүкіл жермен болды. Мінекей бізде осындай болып шықты. Қазір мен сіздерге жартысына қосатым, әлі тағы да қорылып жатыр. Вот так вот. Міне қараңыздар қандай күшті аппетитный болып шықты. Мен еще пирог қостым. Лайк басып ұмытпаңыздар.